Ассалаумағалейкум достар, арнамызға қош келдіңдер. Бүгін біз тарихтағы әлі шешілмеген 10 жұмбақ туралы айтатын боламын. Ендеше бастайық. 1. Стоунхендж. Англиядағы бұл алып тас шеңбері шамамен 4-5 мың жыл бұрын салынған. Бірақ оны кім салғаны және нақты қандай мақсатта пайдаланылғаны әлі белгісіз. Кейбір ғалымдар оны ежелгі діни рәсімдерге арналған орын десе, басқалары астрономиялық бақылау жүргізген деп есептейді. 2. Назка сызықтары. Перу шөліндегі алып суреттерді тек биіктен ғана анық көруге болады. Олар құстарды, жануарларды және түрлі геометриялық пішіндерді бейнелейді. Бұл суреттердің не үшін жасалғаны әлі күнге дейін нақты дәлелденген жоқ. Бір болжам бойынша олар діни рәсімдермен байланысты болған. 3. Атлантида. Атлантида туралы алғаш ежелгі грек философы Платон жазған. Аңыз бойынша бұл өте дамыған өркениет бір күнде теңіз түбіне кеткен. Алайда оның шынымен болғанын дәлелдейтін нақты археологиялық айғақ әлі табылған жоқ. 4. Джек Потрошитель. 1888 жылы Лондонда бірнеше адамды өлтірген қылмыскер тарихта Джек Потрошитель деген атпен қалды. Полиция көптеген күдіктіні тексергенімен, оның кім екені ресми түрде ешқашан анықталған жоқ. Сондықтан бұл іс әлі күнге дейін ең танымал шешілмеген қылмыстардың бірі болып саналады. 5. Пасха аралының Муай мүсіндері. Пасха аралында жүздеген алып тас мүсін бар. Кейбірінің салмағы ондаған тоннаға жетеді. Ең үлкен сұрақ, сол заманның адамдары бұл мүсіндерді ауыр техникасыз қалай жасап, қалай тасымалдаған. 6. Бермуд үшбұрышы. Атлант мұхитындағы бұл аймақ туралы көптеген аңыз бар. Кейбір адамдар онда кемелер мен ұшақтар із-түссіз жоғалады дейді. Алайда көптеген зерттеушілер бұл құбылыстардың табиғи себептері болуы мүмкін екенін айтады. Соған қарамастан, Бермуд үшбұрышының құпиясы әлі де көпшілікті қызықтырады. 7. Амелия Эрхарттың жоғалуы. 1937 жылы әйгілі ұшқыш Амелия Эрхарт әлемді ұшақпен айналып өтпек болды. Бірақ Тынық мұхитының үстінде оның ұшағымен байланыс үзіліп, содан кейін ол ешқашан табылған жоқ. Оның тағдыры туралы түрлі болжамдар болғанымен нақты жауап жоқ. 8. Войнич қолжазбасы. Бұл белгісіз тілде, немесе шифрмен жазылған ерекше кітап. Оның ішінде түсініксіз өсімдіктердің суреттері мен жұмбақ белгілер бар. Ғасырлар бойы көптеген ғалымдар мен криптографтар оны шешуге тырысқанымен, қолжазбаның мағынасы әлі толық ашылған жоқ. 9. Ежелгі Мысыр пирамидалары. Пирамидалардың қалай салынғаны туралы көптеген зерттеу жүргізілген. Ғалымдар олардың құрылыс тәсілдері жөнінде түрлі түсіндірмелер ұсынғанымен, миллиондаған ауыр тас блоктың сол дәуірде дәлдікпен қалай орналастырылғаны әлі де зерттеліп келеді. 10. Мачу-Пикчу. Перу тауларындағы бұл ежелгі қала 15 ғасырда салынған деп есептеледі. Оның не себепті тастап кеткені нақты белгісіз. Бір зерттеушілер індет болған десе, енді біреулері саяси немесе әлеуметтік себептерді алға тартады. Бүгінде Мачу-Пикчу әлемдегі ең жұмбақ тарихи орындардың бірі саналады. Қорытынды. Тарих бізге көптеген жауап берді. Бірақ әлі күнге дейін ешкім толық шеше алмаған құпиялар да аз емес. Осы жұмбақтардың қайсысы сізді көбірек таңғалдырды? Пікірге жазыңыз.